Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз творожный кокосовый чизкейк әзірлейміз. Пісіруге қажетті ингредиенттер видеоның описаниесінде бар. Алдымен електен өткізілген ұнға, қант ұнтағын, разрыхлитель, бөлме температурасындағы сары май, қаймақ және сары уыз қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Енді салмасын дайындаймыз. Творогке қаймақ, сгущенка, қант, кокосовая стружка мен жұмыртқа қосып, блендердің көмегімен еземіз. Қамырды екіге бөліп, үлкен бөлігін жаямыз. Пергамент қағазы төселген формаға қамырды төсейміз. Қамырдың қалған бөлігін видеода көрсетілгендей төртке бөлеміз. Ол бөліктерді форманың жан жақтарын қаптаймыз. Үстіне салмамызды қоямыз. Бетін тегістеп, өз қалауыңызша жидектермен әсемдеуге болады. Чизкейкті қызып тұрған пеште 180 градуста 40-45 минут пісіреміз. Піскен соң бөлме температурасында суытып, формадан ажыратамыз. Пирогымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Егер рецепт ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Келесі кездескенше.